الله الرحمن الرحيم أحمد الله رب العالمين أصلي صلاة وسلاما على الحبيب الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله يا мақтаулардың барлығын әлемдердің Раббысы Аллаға арнаймыз. Сүйікті елшімізге сансыз салауаттар болсын. Ол кісіге игілікте ілескен барша момын мұсылмандарға, сіздерге, біздерге Алланың есендігі, берекеті болсын. Алла Тағала баршамызға пайдалы білім берсін. Алла Тағала мынау кіріп жатқан қасиетті харам айлары, қажылық айларымен Алла баршамызға құт береке тартсын. Енді өткенде келген кезде өтір қойып кетіп едік, сонымен келіп жатқан жағдайымыз бар. Алла өмір берсе келе берейік, Құдай қаласа. Арқан жерінен кім бас тартады құрсын. Жаңарқан қымызын кім ішпейді деген сияқты. Құрметті ағайындар, бауырлар, Раббымыз Алла Тағала Құран кәрімде айтады: "Инна иддата шухури индаллахи 12 шахран" дейді. Фи китабиллахи яума халақас самавати вал ард. Алла Тағала көктер менен жерді жаратып жатқан кезінде белгілеп қойған айлардың саны 12 дейді. Алла Тағала айтады. وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ дейді. Солардың ішіндегі төртеуі бұл қасиетті, құрметті, харам айлары дейді. Нешеуі дейді? Төртеуі дейді. Кім белгілеп жатыр? Алла өзі белгілеп жатыр. Ана қараңыздар. Енді Шәуәлдан шығып, Құдай қаласа, енді бір күнә жасаймыз ба деп өзімізше болып жатқан кезде харам айлар кіріп кетіп жатыр ғой. Жасатпай жатыр ғой, көрдіңіз бе Алла Тағала? Рамазанда вообще жасатпады. Шәуәлда 6 күн деп тағы жүрдік. Біреудің 6 күні басында болды, біреудікі соңында болды, біреудікі ортасында болды. Бір кісі тамақты ұрып атса, көкет 3-тен 1-ін жемейсіз ба асқазанның деп. Ана адам аппетитін ұртқан ғой жаңа. Тише отыре, әркімнің өзінің 3-тен 1-і бар деп айтады дейді да. Соқсап, әркімнің өзінің Шәуәлда 6 күні бар. Сөйтіп Шәуәлді бітіріп атсақ, енді қарасаңыздар, Зүлқағда деген ай кіріп жатыр ғой. Міне кіргеніне Құдай қаласа 3-4 күн болып жатыр. Зүлқағда айын өздеріңіз де байқаған шығарсыздар, жаңа ай туғандығын. Сол Зүлқағда айы, құрметті ағайындар, бұл харам айларының біреуі. 4 жаңа Алла Тағала айтқан харам айының біреуі осы ай. Қажылық айлары деп айтады бұны. Міне демек біріншісі Зүлқағда, екіншісі қандай? Зүлхиджа. Зүлхиджа уже кәдімгідей құрбан шалып қажылық жасайтын ай. Одан кейін харам айлар қайсысы тағы? Ережеп, дұрыс айтады. Ережеп және ережептен кейін Мухаррам. Немесе мына екеуінен кейін сразу Мухаррам, өйткені жылдың ең соңғы мұсылманша күнтізбенің біз ең соңғы айларында тұрмыз ағайындар. Мынау міне 11-ші ай, келесі Зүлхиджа айы 12-ші ай, сонымен қажылық тамам. Алла Тағала жылдың ең соңғы айына қажылықты парыз еткен екен. Көрдіңіздер ма? Неге десеңіздер, Алла Тағала пендем жылын тазаланып тапсырсын деген екен да. Ең соңғы айда парыз етуі сол дейді бір ғалымдарымыз айтады. Міне содан кейін Мухаррам басталады, мұсылманша жаңа жыл басталады. Демек, құрметті ағайындар, біліп алыңыздар. Неге бұны қайта-қайта айтып жатырмын? Өйткені Абдулла ибн Аббас деген сахаба айтады. Мына харам айларында, мына 4 айда кімде-кім күнә жасайтын болса, оның жазасы ауыр болады дейді. Ал кімде-кім сауап жасайтын болса, онда оныкі еселенеді дейді. Мына 4 айда. Міне Зүлқағда, Зүлхиджа, Мухаррам, үшеуі қатарынан келді былайынан, одан кейін Ережеп. Біреу айтады, Рамазан ше дейді. Рамазан харам айларына кірмейді. Рамазан ол қасиетті айлардың қатарында. Мынау харам айлары. Бұл айда адам өлтіру, бұл айда абыройына нұқсан келтіру, бұл айда харамның территориясында күнә жасау. Бұның барлығы харам етілген екен. Күнә қаншалықты ауыр болса, бұл 4 айда сауап та соншалықты өте ұлы болады дейді. Демек, сауапты тек Рамазанда ғана жасау керек емес, мына қасиетті айларда да жасап алу керек екен сауапты. Енді Абдулла ибн Масуд деген сахабаны танисыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның аяқ киімін көтеріп жүретін кісі болған, е? Оны естіген шығарсыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның аяқ киімін көтеру деген бар ғой.
кәдімгідей ең авторитет болған ғой сахабалардың ішінде. Кім пайғамбардың аяқ киімін көтереді? Білесіңдер ма? Мен қызметім қандай екенін білесіңдер ма? Қандай? Алла елшісінің тәпішкесін көтеріп жүрмін дейді. Сол тәпішкесін көтеріп жүретін сахаба Абдулла ибн Масғуд деген сахаба болған еді. Сол кісіден жеткен хабарда айтады. Алла тағала күндерден төртеуін таңдады дейді. Күндерден төртеуін таңдады дейді. Кейін айлардан төртеуін таңдады дейді. Одан кейін әйелдерден төртеуін таңдады дейді. Одан кейін жәннатқа ең алғашқы болып бастап кіретін төрт адам таңдады дейді. Одан кейін жәннат күтіп сағынып отырған төрт адамды таңдады дейді. Ана қараңыздар. Жәннатқа кіретін алғашқы төрт адам бар, жәннат күтіп отқан адамдар бар екен. Біз өлейін деп кіріп кетсек екен демесек, жәннат біреулерді күтіп отыр дейді. Қашан қиямет болады екен? Ана төртеуін сағынады екен жәннат қайта-қайта. Не деген нәрсе Құдайым? Міне, сондықтан енді басынан бастайық, Алла тағала таңдады күндерден төртеуін дейді. Солардың ең біріншісі дейді. Мына төртеудің барлығына қазір иншалла тоқталып өтуге тырысам мен енді. Жаңа не төртеу қызық қылып тұр ғой енді, оны да айтамыз қазір. Күндерден төртеуін таңдады дейді. Фа аувалуха яумул жума дейді. Ең біріншісі бұл не? Жұма күні дейді. Алла таңдаған күндердің ішіндегі ең біріншісі бұл жұма. Қайда барсаң онда бар деп тұр ғой енді. Жұмаға жететін күн жоқ деп тұр. Жұма әр аптасына, жұмаға атайтылып тұр ғой, жұмаға жиналатын күн. Мұсылмандар бір-бірімен бас қосатын күн. Неге десе, өйткені фиха саатун ла юафиқуха абдун. Ол уақытта, жұма күнінің бір уақыт бары дейді, Алла тағаладан пендесі дүниелік немесе ақыреттік бір мұқтажын сұрайтын болса, онда ол сұрағаны қайтарылмайды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Дүниелік проблема жоқ деп жатыр. Тек ақыреттік. Ақыреттік, давай, любойын сұра деп жатыр. Жұма күні любойын сұра. Егер сол жаңағы сәтке келіп қалатын болса, онда ол дұға қайтарылмайды деп жатыр. Ал енді сол уақыт қай уақыт? Кім біледі? Жаңағы уақыт қай жер, қай уақыт? Екінтіден асыр мен бесінің арасы ма, шамның арасы ма? Ақшамға бір сағат қалғанда дейді. Міне, машалла, көрдіңіздер ма? Бұны сіздерге Жәбірейіл періште өзі айтты ма әлде? Кім айтты мұнаны мысалға? Уақи келетін біреу бар ма деп атқан ғой арада. Бұны сахабаларда білмеген. Біздікілер сахабалардан озып кетеді негізінде. Бұны білмейді ғой, ешкім білмейді ғой. Жаңа сіздер айтып атқан нәрселер, бұлар ықтималдылықтар ғой, ықтималдылықтар. Дұрыс, әдемі, ғалымдардың көбі солай деп айтқан. Асыр намаздан кейін, шамға азғантай уақытқа. Біреулер тіпті имам мінбарға шыққан кезде деп айтқан. Біреулер құтпаның екі арасында деп айтқан. Жоқ қой, бір нақты дейтін жоқ. Сол үшін бүйтіп жүресің, қай уақытта қабылдады екен, қай уақытта қабылдады екен деп. Көрдіңіз ба? Енді оны айтып тастаса егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мінекей, ол уақыт шамға бір сағат қалғанда десе бар ғой, бәрі сол уақытта қылады. Даже жұмаға келмейді кейбіреулер. Жаңағы уақытты күтеді. Главный жақ қабыл болып кетсе болды, көрдіңіздер ме? Демек, оны жасырып қоюдағы сырды қараңыздар. Пендем целый жұма кіргеннен бастап, жұма шығып кеткенге дейін неде болсын дейді? Дұғада ықтияттылықта болсын деп айтқан екен. Уақытты белгілеуге болады бір уақытты. Бізде қадір түні де белгісіз ғой, мысалға, дұрыс па? Қадір түнін білетін кім бар мысалға? Жаңа уақи келіп атқан кісілердің. Ешкім білмейді, 27-ші түн, 21-ші түн деген де бар. 29 деген де бар. Ешкім білмейді. Андай қылып айтыла беруі, ол соңғы 10 түнді босқа өткізбе деген сөз. Көрдіңіз ба? Ана 20-ның түнін өткіздің, енді соңғы 10 түнде ыждағаттылық танып деген сөз.
Дәл сол сияқты міне жұма күні қараңыздар, кейбір ғалымдардың көзқарасында айтады, тіпті дейді, тіпті жұманың қасиетті болуы осы хадиске сай дейді. Ана қараңыздар. Жаңағы қабыл болатын дұғаның уақытына сай сол жұма қасиетті болған дейді. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам күн шыққан күндердің ішіндегі ең абзалы ол жұма күні шыққан күн дейді. Көрдіңіздер ме? Ал енді бір қызық нәрсе айтайын, осы жерде бір лайфхак айтайын сіздерге. Ана жұманы күтіп жүруге уақыты жоқ кейбір адамдар бар. Уақыт жоқ жұма күні күтуге. Мысалы, біреулер жұмада жұмыста болады. Әртүрлі қызмет әртүрлі. Біреулер баған жердің астында деп жатыр, мысалы, жердің астында шахтада жүргендер бар. Дұрыс па? Сондықтан жұманы күтіп жаңағыдай ол күні отыра алмайды да дұғада. Енді не істейді ол? Мына жақта екінші бір хадис көмекке келеді ғой, машалла. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Алла тағала пендені түннің ең соңғы 1/3 бөлігінде күтеді дейді. Бар ма, жоқ па? Бар. Соңғы 3/3 қай мұқтаж пендем бар екен, мұқтаждығын өтейін деп айтады екен. Ауруы бар кім бар екен, шифасын берейін деп айтады екен Алла тағала. Қандай тілегі орындалмай жатыр, орындап берейін дейді екен Алла тағала. Ол күн сайын дейді ғой, ешшауай. Анау тек жұма күні болатын болса күндізінде. Мынау күн сайын түнде бар ғой, күн сайын түнде, күн сайын. Просто тұратын адам болса да. Көрдіңіз ба? Тұратын адам болса, ол қандай намаз? Тахаджуд намазы. Парыздардан кейінгі Аллаға ең қатты ұнайтын намаз бұл тахаджуд дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Тахаджудтың сезоны келе жатыр, Құдай қаласа. Ертең ұбт-дан басталады, сәл бір кішкентай 10 күн бұрын ұбт-дан тахаджуд басталады. Елде түнде үйлер жанады кәдімгідей. ұбт-дан өткеннен кейін не Құдайға ренжиді, өте алмағандығы үшін тахаджудтар кетті ғой. Не сол күйі тахаджудты тастайды. Ол өтіп кетті ғой ұбт-дан. Келесі қиналғанға дейін, Алла мені күте тұр деп. Сондай мен білем ғой. ұбт-ның кезінде мешіт деген толады. Міне сондықтан жаңағы дұға қабыл болатын сәт ол әр күні түнде да. Жұманы күтіп не емес, шарт емес. Күн сайын түнде тұратын болсаңыз, Алла ол пендесінің жүзіне нұр беріп қояды дейді. Дұғасына қабылдық беріп қояды дейді. Тахаджудке тұру керек енді бірақ. Оңай емес бірақ. Анау деген төбелес бар ғой тахаджудтегі. Адаммен өйтіп төбелеспейтін шығарсың. Ана шайтандар деген талпа. Жарты килограмм ана көрпе ғой, соны көтере алмай жатасың ғой. Ұйықта, әдемі кетіп жатыр. Тем более мына түсті күнде көрмейсің сен. Жалғастыр, давай, свет жақпа. Жосқы ұйқы. Бір қарасаң күн шығып кеткен ғой, таң намазымен қосып жоқ қой. Тахаджуд, тастақ. Күн шақырайды тұр, бірден духа оқып жіберейінші деп соны. Ойбай, өлтіреді мұлда. Шайтандар бар ғой, уже. Мына жерден тұр уже. Демек, жұма не екен? Бұл қасиетті жаңағы сәттері үшін дейді. Алла тағала адамзатқа, Мұхаммед үмметіне таңдаған саллаллаху алейхи уассалам ең қасиетті Алла таңдаған күн. Бұны пайғамбарымыз таңдамаған ағайындар. Бұны Алла өзі таңдаған. И дүниенің бітуі де осы күні болады. Дүниенің бітуі де осы жұма күні болады. Сондықтан жұмаға ықтият болыңыздар дейді. Дүние бітіп жатқан кезде басқа жақта жоқ болмаңыздар деп жатыр ғой. Мешітте болыңыздар деп жатыр. Жұмаға өте кім себепсізден себепсіз жұмадан дейді 3 рет қалып қоятын болса, оның жүрегіне Алла мөр басып қояды дейді. Себепсізден себепсіз 3 рет қалып қоятын болса дейді. Енді себептер болады. Балалар кейде мектепте болады, кейде жұмыс орнына жібермейді. Онда тұрған не жоқ, өзірлі адамдар бар енді. Бірақ потолокқа түкіріп жататындар бар да жұманың уақытында. Оларға жағдай қиын болады. Сондықтан жұма күні азан шақырылған кезде бүкіл амалын жаңағы шаруалардың бәрін тастаңдар, Алланы еске қалуға ұмтылыңдар дейді.
Сауда саттық бәрін тастаңдар. Алланы еске алу. Зәликум хайру лакум ин кунтум та'ламун. Біле білсеңдер, содан асқан қайырлы нәрсе жоқ дейді Алла Тағала. Жұмаға қарай асқан адамнан Аллаға ұнамды адам жоқ дейді. Жұмаға асқаннан, жұма деп ана шаруаның бәрін ысырып қойып кет, сол пендесіне Алланың махаббатын көрсем дейді ғой. Бүкіл шаруасын, дүниесін тастап қаққа баратыр, жұмаға жүгіріп барады. Тем более жұма мына жақта деген рахат, ел достардың уағызы, машалла, қанша адам алдырта алмай отыр мысалға да. Әңгіменің шындығы. Сондай рахат әкеліп қойған. Орысша тыңдайын десең, орысша. Ағылшынша десең, ағылшынша айтпайды енді, өкісі қазақша айтады мысалға да. Ұялады да ағылшынша. Ал кетті ал. Бұл бірінші күн екен, жаттап алдық ал. Алла таңдаған екінші күн дейді, Яума Арафа дейді. Екінші күн бұл Арафат дейді. Арафатта тұратын күн. Енді біз елде Арафатта тұрмаймыз, бұл қажылықтағы адамдарға арналған. Біз елде Арафатта қажылықтар тұрған кезде біз мына жақта не істеп атамыз, ағайындар? Дұрыс айтады. Ораза ұстап жатамыз. Машалла. Биыл қажылыққа баратындар бар ма арамызда? Құдай қаласа не алып қойғандар? Биыл алғандар жоқ па қажылыққа баратындар? Бар ма? Машалла. Қабыл болсын қажылықтарыңыз. Аман есен барып қайтыңыздар. Сол Арафатта тұру бұл қажылықтың 3 парызының ең үлкені. Арафатта тұру. Ана біздің Құнанбай бабамыздың жаңағы қажылықты қайтадан 1 жыл қалып қойып жасауының себебі осы Арафатта тұрудан кешігіп қалған екен. Арафатты. Неге Арафат? Арафат деген бір-бірін тану, білу деген. Яғни адам ата менен Хауа ананың жерге екі жаққа түскеннен кейін бір-бірімен кездескен жері. Сол жер Арафат деп аталады. Немесе Джабал Рахма деп аталады, Рахма таулары. Сол жер, сол айнала. Енді қараңыздар. Алла Тағала Арафат күні болған кезде бүкіл періштелеріне мақтанады дейді Алла Тағала. Алла таңдаған екінші күн ғой өткені болды. Сол күні Алла Тағала бүкіл періштелеріне мақтанады дейді. Не деп айтады дейді? Ей періштелерім, пенделеріме қараңдар деп айтады. Именно періштелерге айтады да. Өйткені именно періштелер әңгіме айтқанда адам жаратылатын кезде. Біз жаратылатын кезде періштелер әңгіме айтқан. Жер бетінде қан төгетін, бұзықтық жасайтын адамды жаратыватсыз ба? Алла Тағала. Инни а'ламу ма ла та'ламун. Мен сендер білмейтін нәрсені білемін деген Алла Тағала. Дұрыс па? Бар аятта. Міне именно сол періштелерге Арафат күні айтады дейді. Ей періштелер қараңдар, менің пенделерім дейді. Беттері шаң тозаң дейді. Киімдері кір-кір дейді. Жаңағы ихрамдары кір-кір дейді. Бүкіл мал дүниелерін жұмсап дейді. Алдарына құрбандыққа шалатын малдарын айдап, шаршап өлеңдеп келе жатыр дейді. Ілгеріде ағайындар, енді қазір жыл өткен сайын бүкіл комфорт создавать етіліп жатыр ғой негізі. Ілгеріде құрбандыққа шалатын малын әркім өзінің елінен айдап апаратын болған. Қараңыздар. Жолдың барлығы толған қарақшы. Сен қажылыққа барады, мұндай қарамайды. Окам дейді, давай малдың бәрін таста дейді. Кете бер бар дейді. Қажылыққа қызық емес қой қарақшыларға. Сол үшін бізде көрдіңіздер ме, жаназа шығарылмайды дейтін сол ғой. Құлшылыққа баратыр ма қызық емес ол. Тек не істеп кететін болған? Гоп-стоп істеп кететін болған. Міне сол соның барлығынан өтіп, жолдың машақатынан өтіп, қиналып, шаң-шаң, ихрамдары қара кір. Олар қақтан кіреді ихрамға? Мәдинадан кіреді, 500 шақырым мал айдап, үстері қара кір болып келе жатады дейді. Шаршап. Ана Алла Тағала айтады періштелерге. Ана қараңдар деп айтады дейді. Пенделерім өлейін деп Арафатта тұруға келе жатыр, қажылық жасауға. Енді, ей періштелер, сендер куә болыңдар. Мен осы қажылыққа келе жатқан, Арафатқа келе жатқан пенделерімнің барлығын кешіріп жібердім деп айтады екен. Сыйға сыйда Алла Тағаладан. Көрдіңіздер ме? Ана қиналғанын Алла Тағала бағалап, бүкіл Арафатқа келген пенделердің баршасын кешіріп жібердім деп айтады екен. Байқасаңыздар, мына жерде қызық нәрсе шығып жатыр негізі. Адам ойына да келе береді. Бағанағы жұма күні
бір уақыт бар дедік, дұрыс па? Жұманың екінші жағы бар екен ғой, ағайындар, біз айтпаппыз ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кім жұмадан жұмаға жетсе, немесе жалғаса жұма мен жұманы, оның екі жұманың ортасындағы күнәсі кешіріледі деген хадисі бар. 5 уақыт намаз өзінің арасындағы, жұма мен жұма өзінің арасындағы, Рамазан мен Рамазан өзінің арасындағы, және умра мен умра дейді. Кіші қажылық пен кіші қажылық өзінің арасындағы күнәларды жояды, және умраны умраға жалғаған кісіні Алла байытады деген хадисі бар пайғамбарымыздың. Бай болғың келсе қаққа бар дейді, умраға жиі бар дейді. Не сендер бара бересіңдер дейді да. Арабтың бәрін байытып біттіңдер ғой. Айналдырған 70 мың адам екен елден ше. Бір жылда умраға баратын адамның саны 70 мың екен. Ал енді аяққа баратындардың саны қанша деді Құдай білсін? Жоқ, 1,5 миллион ба сондай сияқты. 1,5 миллионға жоқ. Турция, Мальдив, Таиланд, Бали. Тағы не бар? Шарм-эл-Шейх, Египет. Катар қазір қосылды. Дубай, ой, бай, Дубайда бәрі жүр айтпақшы. Кім жабы, кім не, бәрі жүр сияқты. Олар көрінбейді. Біз қасқа көрініп қаламыз. Ақ киіммен жүреміз ғой өткен экранда. Ақ киімге кір бірден шығады, субханалла. Міне сол неге бара береді, сол да бара беретін. Барған сайын Алла оның дәулетін арттырып қояды дейді. Хадисі сондай пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Енді қараңыздар. Демек жұма үшінде кешіріліп жатыр ма пенделер? Мына Арафатта да тағы не істеп жатыр? Кешіріліп жатыр. Алла тағала таңдаған пенделеріне екінші күн бұл Арафатта тұру екен. Енді Алла бәрімізге нәсіп етсін. Үлкен қажылықта, енді оның атмосферасын мен айта алмаймын. Кәдімгідей бөлек Арафатта тұру бар ғой, барған кісілер біледі мына жерде. Енді бұрын жаңағы бізге дейін мысалға далада отыратын болған, зонтикпен, или кішкентай бір шатыр тігетін, сода отыратын болған. Қазір палатка тігіп қойған қазір. Әр компанияның өзінің палаткасы бар қазір. Қазақстаннан келген қаздардың ішін кондер бар ішінде, машалла. Тек жыласаң болды ана жерде. Ой, Алла, қазағым-ай деймін ғой. Кейде рас құлагерсің деп ше. Құлагер қашан келді, құла қойсын деп ше. Сондай көресіздер иншалла. Барғандар біледі өзі. Барғандар да күліп отыр ғой. Сондай. Мына сол Арафат мақсатын ұмытып қалған ғой Арафаттың. Арафаттың мақсаты дұға қылу ғой. Өте сақ болатын күнде енді барсаңыздар деп жатқам ғой, енді барыңыздар, Алла нәсіп етсін. Шынайы бір не қылу керек. Өйткені Арафаттағы тілек қайтарылмайды. Арафаттағы талай адамнан естідім ғой, талай адамнан естідім. Арафат күнгі тілеген тілектерім бірінен соң бірі орындалып жатыр дейді. Бекерден бекер шақырған жоқ қой деймді Алла тағала. Бекерден бекер шақырған жоқ. Қабыл болған қажылықтың сыйы дейді пайғамбарымыз айтады сол. Тек қана жәннат дейді болды. Бір-ақ рет істесең болды, өмірде бір-ақ рет болды. Қажылық өмірде бір-ақ рет парыз болды. Одан кейін жасамай қой, вообще жасамай қой. Бірақ сөйтіп айтасың ғой, бір барғаннан кейін кеттің ғой. Қажылық істегің келіп тұрады. Ана 38 километр жаяу жүргің келіп тұрады. Сондай қажылық машақаты ауыр, бірақ сыйлығы да күшті да. Демек Алла тағала таңдаған екінші күн, құрметті ағайындар, бұл Арафат күні екен. Арафатта тұру, біз елде Құдай қаласа биыл не істейміз? Ораза ұстаймыз иншалла. Сол оразадан кейін ертеңіне басталады. Құрбан шаламыз. Дайындалып жатқан шығарсыздар деп ойлаймыз енді құрбаншылыққа. Бұл Алла тағала таңдаған екінші күн болатын болса, үшінші Алла тағала таңдаған күндерді айтып жатыр ма, Әлия? Алла тағала таңдаған күндердің үшіншісі бұл қай күн деп ойлайсыздар? Жоқ, күндер деймін, түндер емес. Ай, міне малдар, ай, машалла, міне.
Жігіттер, кішкентай балалар айтты, молодец. Не деген білімді жігіттер мына, машалла. Не деп айтты? Құрбан айт дейді. Дұрыс айтады. Алла тағала таңдаған қасиетті жер бетіндегі 3-ші күн құрбан шалынатын күн екен ғой. Не дейді пайғамбарымыз? Аллаға ол күні ешкім құрбан шалу арқылы одан басқа амалмен жақындай алмайды дейді Аллаға. Құрбан, жұрттар құрбан шалып жатыр да, сен мешітте не істеп жатсың? Духа намазын оқып жатсың ғой. Қоя сал деп жатыр оны. Құрбан шал деп жатыр пайғамбарымыз. Құрбан айт күні Аллаға ең қатты ұнайтын амал не дейді? Құрбан шалу. Рамазандағы Аллаға ең қатты ұнайтын амал не? Ау? Ораза ұстау дұрыс айтады. Рамазандағы ең ұлы амал ораза ұстау ғой. Ораза аузың ашық Құран оқып отырсаң не болады мысалға? Сол сияқты әр нәрсені өзінің орнына қоя білу керек та. Біреулердің аппетиті құрбан айт күні қаза оразалар есіне түсіп кетеді ғой. Ол ертең аузымды бекітсем боламын. Бекітуге болмайды. Құрбан айтта тойлау керек. Көрдіңіздер ме? Соны енді қараңыздар. 3-ші Алла тағала таңдаған күн бұл құрбан айт күн екен. Мынау енді бізде оқиды дейміз, айтып жылда құтылып кетеміз құрбан шалудан. Негізі ауыр хадистер бар пайғамбарымыздан құрбанға қатысты. Кім бір құрбан, ол қойда ешкіде болуы мүмкін. Ең арзан. Или ол тауықта болуы мүмкін емес. Тауық шалынбайды бізде. Тауық болмайды. Ең азы ешкіден басталады. Пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам, құрбан айт, құрбандыққа шалуға шамасы жетіп тұрып дейді, шалмаған кісілер дейді, біздің намаз оқитын жерімізге келмей ақ қойсын дейді. Бұдан асқан ауыр хадис жоқ. Бізде піл шалуға шамасы жететін адамдар ұялмай тұра береді, айт намазында. Шалмайды бірақ намазда тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп жатыр? Келмей қоя салсын деп жатыр. Келмей қой деп жатыр. Демек құрбан шалуға, құрбан айт күні Алла тағала қатты мұқтаж болады екен ше. Сол Алланың мұқтаждығын өтеуіміз керек екен ағайындар. Алла тағала қатты қиналады екен пенделері құрбан шалмаса. Көрдіңіздер ме? Сондай ма негізінде? Ондай емес қой, көрдіңіздер. Алла мұқтаж емес қой ана қойларға. Бірақ пендесін тексеріп көреді, Алла тағала дейді, тексеріп көреді пендесін. Не істейді биыл осы құрбандықта пендем деп ше. Сондықтан құрбан айтта Алламен әдемі байланыс болу керек ағайындар. Әдемі бар. Қазір келтірем, бір-екі мысалдар келтірем. Әдемі емес, вообще керемет байланыс болу керек. Құрбан айт келе жатыр деген, міне уже келе жатыр ертең, келесі айда. 16-сы ма уже? 16-сы, 17-сы құрбан айт уже. Ойбай, болыпты ғой, бір ағай. Өлі, бір ағай қапты. Тезірек қойларды алып шөп беру керек үйге апарып. Енді қараңыздар, қызығын айтайын. Жаңағы құрбан шалған кездегі алғашқы қойдың мойнынан, құрбан малының мойнынан атылып шыққан алғашқы қанмен, бисмилля, Аллах атылып шыға ма, соның иесі кешіріліп кетеді дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам. Күшті ма? Кет. Ол аз дейді, пайғамбар аз деп жатыр. Ана үстіндегі қылының санындай күнәсі кешіріледі дейді. Сол қылдың санындай сауап беріледі дейді. Ал есепті анаң. Ол қой болса бар ғой, вообще бұттасып атады бір-біріне бүйтіп, ана жүндерін сани алмайсың ше. Соншалықты сауап беріледі дейді. Жаңағы құрбан шалған кісінің иесіне дейді. Ол құрбан малы, еще қандай болу керек дейді? Әдемі мал болу керек дейді. Құдайға келген кезде бар ғой, бүйтіп ақшыларын, брат, арзандау қой бар ма дейді. Арзандау бар ма? Сирағы бір-біріне тиіп аттан мынадай ше, өлейін деп тұрған. Өйткені Құдайға ол болады, Құдайға. Главный шалып жіберсек болды. Алла сіздің мына жағыңыздағын біледі ағайындар. Алла сіздің мына жеріңізде сіз мал алам дегеннен бастап, ақша жинағаннан бастап Алла біледі сізді. Қандай мақсатта, қандай қойды малды алайын деп жатқаныңызды Алла біліп қояды ғой. Сол мына жерді тексеру үшін екен ғой Алла тағала құрбандықты уәжіп қылған.
Пенденің сойған малының қаны да, еті де Аллаға жетпейді дейді, Алла Құранда айтады. Не ғана жетеді дейді? Тақуалықтарың ғана жетеді дейді. Таңдап атқан кездегілерің жетеді дейді Алла Тағала. Пайдет болмайды, пайдет. Құдаға таңнағандан да дәуін таңдау керек Аллаға. Алла Тағала Құранда айтады, Алланың жолына беретін нәрселерің өте әдемі болсын дейді Алла Тағала айтады. Алланың жолына ең жақсы нәрсені шығарып бер дейді. Бізде ең қалдығын шығарады Құдайдың жолына. Қалдықты любой адам шығарып береді ағайындар. Қалдықты любой адам бере алады. Бірақ күшті нәрсені тақуалар ғана бере алады Аллаға. Өйткені ана сенің беріп атқан малың, Құдайға шалып атқан малың бар ғой, ол сенің малың ғой. Өзіңді қаяқтан алып өтеді ертең. Сөге кішкентай мал таңдасаң, жамбасың сыймай сират көпір түсіп кетсең не болады мысалған жерде? Тух, дәуін таңдау керек еді деп айтасың да. Өзің мініп өтіп кететіндей болу керек ертең иншалла. Айдап өтіп кете ме, мініп өтіп кете ме білмеймін. Бірақ сол жерден өтеді дейді әйтеуір соң. Жаңағы мал. Сондықтан Алла үшін таңдаған малдар, құрметті ағайындар, ертеңіне құрбан айт келе жатыр. Жақсы болды негізі, әдемі болып кетті ғой тақырып. Қазірден бастап мал дайындау керек екенше. Айша анамызға жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құрбан шалады да, Айша анамызға айтады ғой енді малдардың бәрін, жаңа еттердің бәрін ыңғайластыр деп. Сөйтіп Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, "Я Расулалла, еттің бәрін таратып жібердім" дейді. Таратып жібердім дейді. Бір ғана бөлігін алып қалдым дейді, болды. Айша олай деп айтпа дейді. Бір ғана бөлігін бердім, қалғанның бәрін алып қалдым деп айт дейді. Жұртқа бергені біздікі деп жатыр да. Таратып бергені сенікі да. Өйткені ана таратқанның несін аласың? Сауабын, есесін аласың деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан барынша не істеу керек? Негізі тарату керек. Етті. Ағайын туысқа, жағдайы төмен емес болса да бола береді, бұл құрбан айт жақсы жері сол. Кедей емес деп қарамайды, бере бересің, рахат. Ана ұрысып жүрген туысқандарға барып берсең, жібіп қалады, деп. Қабыл болсын деп құрбан айт. Содан кейін общение печенье басталды. Сондайларға апару керек ше, ана ұрысып керісіп жүргендерге. Араны жақсартып алу керек та, өйткені құрбан айтты араны жақсартпаса болмайды. Енді қараңыздар. Жаңағы енді 7 адам ірі қара шалады деп жатырық қой енді. Осыған сақ болыңыздар ағайындар. Егер шамаңыз жетсе, бір өзіңіз шалыңыз да ірі қараны. Лажы болса. Енді жетпей жатса енді амал жоқ, енді көресіздер енді оны. Бірақ алды ниетті абайлау керек. Ет болып қалмау керек, басқа ниет болмау керек. Құрбанның мәселесіне өте ықтият болу керек. Бізде шамасы жететін жігіттердің өзі құрбан шалмайды. Жігіттердің білесің ғой потенциалын қай жерге дейін шабатын мысалға да. Солар шалмайды кейбіреулер, құрбан шалмайды. Ойлайды екен сөйтсе, құрбан зекет парыз адамдарға уәжіп деп. Сондай адамдар бар екен. Кімнің 40 қойы болса, 30 сиыры болса, ондай емес ол құрбаншылық. Құрбан шамасы жеткен адамның бәріне уәжіп. Айтайын дегенім, құрметті ағайындар, Алламен шыншыл болсаңыз бар ғой, құрбан шалам деп шын ниет етсеңіз, қазірден бастап Алла қойды өзі әкеп береді негізі. Бізде иншалла шалам деген нәрсе бар. Иншалла шалмайсың. Иншалла умраға барам деп қой. Қашан барасыз? Умраға бармайсың, шамаңыз жетіп тұр. Иншалла сол Құда қаласа барайын деп. Құда қаласа бармайсың сен. Жоқ мына жақта әшейте. Құда қаласа. Құдайға лақтырып қоя береді, рахат. Бара алмай қалса Құда қаламады деп қояды. Өзің қаламай тұрсың ғой, желаниң болмайды ғой. Желаниң болса ертең ұшып кетесің ғой умраға. Дәл сондай мына жақ. Құрбан шалам деген ықылас болатын болса, Алла малды өзі әкеп береді алдыңызға. Үшінші қасиетті Алла тағындаған күн демек не екен, құрметті ағайындар? Құрбан айт күні екен. Міне Құдай қаласа ровно бір ай қапты. Ертеңнен бастап уже базарда мал қалмайын деп тұр ғой, ертеңнен бастап. Қой сататындар бар ма арамызда? Парт бересіздер ғой иншалла. Саудан жүргізіп беріп жатырық. Алла қабыл етсін, қалжың ғой енді. Айтайын дегенім, осындай бір Алланың үлкен кеңшілігінен айырылып қалмау керек та. Өйткені ағайындар келесі жылғы құрбан айтта бармыз ба жоқпыз ба білмейміз да. Өзің шалған малың ертең өзіңнің қасыңнан шығады, рахат. Ата әкең үшін шалып, дүниеден өткен анаң үшін. Енді шала алмайтын кісілер бар, шынымен де шала алмайтын жағдай төмен кісілер бар ондайлар.
Олар дым уайымдамасын дейді пайғамбарымыз айтады. Олар ешқандай уайымдамасын дейді. Мен олардың атынан шалып қойғанмын дейді құрбандықты. Екі малшалар білесіздер ғой, біреу өзінің атынан, біреуі үмметіндегі шамасы жетпейтін кісілердің атынан шалып қойған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Оған уайымдамасын да ешкім. Кетті, бұл үшінші күн енді ал. Төртінші күн, Алла таңдаған қасиетті төртінші күн, имам Абдулла ибн Мас'удтың несіне жеткізіліп жатқан хабар. Бұл яумул фитр деп аталады. Яғни қай күн екен? Ораза айт күні, пітір садақа беретін күн. Ораза айт намазына дейін бізде пітір садақа беріледі ғой, сол ораза айт күні Алла таңдаған күннің бірі, төртінші күн. Неге десеңіздер, қызығын айтаңыздар, мағара, машалла. Енді ол күннен өтіп кеттік қой кеше енді біз. Өйткені дейтін қараңыздар. Пенделері Рамазаннан ораза ұстады дейді. Ораза ұстадық, 30 күн ораза ұстадық. Сөйтіп олар оразадан шықты дейді. Оразадан шығып айт намазына кетіп бара жатыр дейді. Дұрыс па? Бізде жаңағыдай айтпақшы, бізде андайлар бар. Сол айт күні ауыз бекітетіндер бар. Сәресіде тұр. Сосын барып неде ашады оны? Айт намазында ашады. Сәресіде бекітілген ауыз мағрибта, шамда ашылу керек негізі. Айт намазында ашылмайды. Демек, ауыз бекітуге бола ма екен? Болмайды. Болмайды. Сәресіге тұрып ауыз бекітетіндер бар бізде. Рамазанның ең соңғы күні бар ғой, ауыз бекітетіндер бар. Ондай болмайды ол. Ауызды ниет етіп бекіттің бе, ораза ұстау уәжіп болып қалады өзі ары қарай. Айт күні ораза ұстау харам. Рұқсат емес. Наоборот, айт күні тойлау керек. Енді қараңыздар, мына жерде сөйтіп пенделері оразадан шығып дейді, айт намазына кетіп бара жатыр дейді. Сонда Алла тағала бүкіл періштелерін жер бетіне түсіреді дейді. Жер бетіне түсіреді де, айт намазына кетіп бара жатқан пенделеріне ана періштелер айқайлайды екенше. Ей, Алланың ораза ұстаған құлдары деп айтады екен. Алла сендерді түнде кешірді деп айтады екен. 30 күн оразаның құрметі айт намазына дейін ораза ұстаған пенделердің ешқайсысын қалдырмай Алла тағала кешіреді дейді ғой. Қараңыздар. Алла тағала сендердің барлығын кешірді, және дейді. Ойбай. Мына қараңыздар, мына жері күшті екен. Жасаған бүкіл жамандықтарының орнын жақсылыққа ауыстырды деп айтады екен. Қандай күшті. Смело келесің ғой айт намазына. Просто бізде көбісі ұйықтап қалады айт намазына. Айт намазына кәдімгідей ұялмай келу керек. Не істесең егер? Ораза ұстасаң. Ораза ұстасаң, ұялмай басыңды көтеріп келуге болады екен. Неге? Өйткені бүкіл жамандығыңды жақсылыққа ауыстырып, күнәңнен ештеңені қалдырмайды екен Алла тағала. Субханалла. 4 күнді де қарасаңыздар, құрметті ағайындар, бұл не? Алла тағала пенделерін кешіретін, арнайы бөлек рахымы түсетін күндер екен, ана қараңыздар. Енді мынау уағыз насихат деген надай, құрметті ағайындар. Келгеннен кейін, раз, два, три, четыре. 1, 2, 3, 4, тырс белгілеп алу керек. Ана жерде бірдеңе қалу керек, шыққан кезде бар ғой. Құр тыңдап кетіп қалған. Демек, 4 күнді жаттап алыңыздар, Біріншісі жұма, екіншісі Арафатта тұру, үшіншісі Құрбан айт, төртіншісі міне 4-еу, машалла. Қазір жеңгешілердің қасына алған кезде не істеп келдің сен мешітке барып деген кезде смело аш давай. Алла таңдаған 4 қасиетті күн бар екен, оказывается деп айтасыздар. Біз қатын осы уақытқа дейін білмеппіз. Первый жұма деп айтасыздар. Почему деп қоясыздар арасында? Потому что там есть который уақыт дұға принимается деп. Сондай өтірік орысша сөйлеп жүрмін, жаңа үйреніп кетейін деп жатырмын да. Деген сияқты ғой, жаңа 2 деп қоясыздар да жібересіздер ғой. Көрдіңіздер ме? 4-еу. Енді айлардан 4-еу дейді. Айлардан 4-еу. Бағана мен айтып өттім ба 4 айды. Міне біз біріншісінде отырмыз Зулқағда. Келесі Зулхиджа, қажылық айы. Одан кейін Мұхаррам. Мұхаррам мұсылманша жыл санауының ең бірінші айы. Күнтізбедегі ең бірінші ай Мұхаррам. Кетті ма? Үшеу, одан кейін Ражаб, Ережеп айы. Осы 4 ай қасиетті Алла таңдаған құрметті харам айлары. 4 ай түсінікті ғой, Фамман ниса дейді, әйелдерден 4-еу дейді. Бұл жерде
Алла тағала тірі күнінде жәннатты нәсіп еткен 4 әйел жайында айтылып жатыр екен. Міне дұрыс айтады ағам. 4 әйел бар. Әлемдегі бүкіл әйелдердің 4-еуі ханшайымдары. Солардың ең біріншісі бұл кім еді? Асия анамыз. Дұрыс айтады, машалла. Асия анамыздың әкесінің аты кім еді? Иса дейді. Мейлі, оны көп жерде айтыла бермейді енді. Бірақ жаттап алыңыздар. Асия анамыздың әкесінің аты Музахим деп аталған. Асия бинт Музахим. Музахим ағаның қызы Асия анамыз. Бұл кісіге жәннатта үй дайындалған. Оның үйін Алла тағала тірі күнінде көз алдына кеп көрсеткен. Енді вау. Кімнің әйелі? Фирғауын, мен құдаймын деген кісінің әйелі болған ғой. Алла тағала оның құдайлығын әйеліне мойындатпағанда. Өтірік екенін әйелінен артық кім біледі күйеуін? Сен ең қатты танитын адам әйелің ғой негізі. Сол Асия анамыз оны біледі да кім екен Фирғауынның. Құдаймын деп жатса да қойшы дейді ғой. Сөйтіп Аллаға иман келтірген, Мұса пайғамбарға иман келтірген Асия анамыз. Бірақ сол иман келтіргендігі үшін қысымды көрген соңында азаптап өлтіреді Асия анамызды. Өлейін деп атқан кезде Рабби ибни ли байтан фил жанна деп айтама аятта. Раббым маған жәннаттан үй салып берші деп айтады екен. Ең соңғы демінде сол айтқан дейді. Алла тағала Асия анамыздың көзіне жәннаттағы үйін көрсетті дейді. Өлімнің дәмін сезбей қалды дейді. Не деген бақыт анау деген, субханалла. Өзінің арнайы жәннатта сарайы бар Асия анамыздың. Міне бүкіл әлемге ғибрат ретінде қалған бұл әйел. Музахим, Асия бинт Музахим. Кетті ма? Екіншісі Мәриям анамыз дейді. Мәриям анамыздың әкесінің аты кім? Дұрыс айтады, Имран дейді мінекей. Құран кәрімде Әл-Имран деген сүре бар. Имран әулеті деген. Сол Имран әулетінен шыққан Мәриям анамыз. Мәриям анамыздың Құдай берген қасиетін қараң. Мәриям аты айтып тұр ғой? Мәриям. Не деген Мәриям деген? Қыздарыңыз бар шығар, немерелеріңіз Мәриям деген, я? Бар ма? Негізі каждый үйде бір Мәриям бар, мен барған үйдің бәрінде Мәриям бар. Қандай мағына береді Мәриям? Білмеймін, Құранда сөйтіп Мәриям деген сүре бар екен, сөйтіп қойдық дейді. Мәриям дегеніміз тақуа қыз деген, Құдайға берілген қыз деген. Шынымен де Мәриям анамыз солай өмірге келуі де солай Құдайға арналған қыз ол. Мәриям анамыз бол пәк болған. Еркекпен жанаспаған, құрметті ағайындар. Алла өзінің құдіретін көрсету үшін Мәриям анамыздың жатырына рух үрлеткен. Содан кім шықты? Иса алейхиссалам шықты. Бесікте сөйлеген бесеудің біреуі шықты. Иса алейхиссалам туыла сала сөйлеген. Енді қараңыздар, Мәриям анамыздың бөлмесіне Закария пайғамбар кіретін болған ғой. Бәрі сол бір әулеттің ағайындары ғой, Закария бәрі. Закария пайғамбар кірген кезде Мәриям анамыздың бөлмесіне қыстың күні бар ғой, жаздың жемістері тұрады дейді. Жаздың күні қыстың жемістері тұрады дейді. Закария пайғамбар кіреді таң қалады ғой. Сөйтсек, Құдайдың құдіретін қараңыздар ғой. Алла, Закария пайғамбар сол уақытқа дейін перзентсіз жүр екенше. Үлкейіп кеткен, жасы үлкейіп кеткен ғой. Әйелінің перзент көтеру процесі тоқтап қалған. Көтере алмайды, бала көтере алмайды әйел. Қарттық жетіп қалғанда уже. Ананы көреді, ей Мариям дейді. Анна лаки хаза? Мұнаң бәрі саған қақтан кеп жатыр дейді. Қыстың күні жеміс, жаздың жемісі. Қақтан кеп жатыр саған ем? Мен инде Раббин, Раббымның құзырынан келіп, Раббымның құдіреті дейді. Бүкіл нәрсеге жетеді дейді. Осы ақида кірмей жатыр ғой мынаққа ше. Сол сенім бізде мынаққа кірмей жатыр ғой. Арпалысып жатыр ше. Раббыңның күші бүкіл нәрсеге жетеді деген нәрсе мынаққа кірмей жатыр ағайындар ше. Білмеймін, енді бар шығар мына жерде бізге кірмей жатыр что-то. Бізге әлі бір не то ше, Құдай точно осы не қылам, қабыл ете ала ма екен, істей ала ма екен осыны Алла тағала. Ойбай 150 пайыз жүрмейді ғой Аллаға. Ой үшін любой күн фаякун ғой, бол дейді бола салады Аллаға. Ештеңе қызық емес Аллаға. Ештеңе қиын да емес та.
Сондай сеніммен өмір сүрген ғой Мәриям анамыз ше, субханалла. Сонда Закария пайғамбар ана сөзді естейді да, сразу шыға сала дұға қылады дейді ғой. Раббана хаблана мин ладунка зурриятан тойибатан иннака самиу дуа деп айтты дейді ғой. Раббымыз өзіңнің құзырыңнан салихалы игі бір перзент нәсіп ет, сен дұғаны қабыл етуші, естушісің ғой деп айтты дейді. Ана қараңыз. Қаяқтан шыққан кезде? Мәриям анамыздың бөлмесінен шыққан кезде. Енді қызығын қарасаңшы, Алла тағаладан сол сәтте уақи келді, әй Закария, сен жаңағы ораза аузыңды бекіттім деп айт, назартулі рахман. Сөйтіп 3 күн бойы адамдармен тілдеспе. Тура Алла тағала айтқандай істейді. Сөйтсе бір күні періштелер келіп тұр дейді ғой. Алла тағала сенің әйеліңді жүкті қылды. Енді оның есімін кім деп қоясыңдар дейді? Яхия деп қоясыңдар дейді. Қартайған кезде Закария пайғамбар перзентті болған Мәриям анамыздың себебінен сенімді көрдіңіздер ма, құрметті ағайындар? Бізде Абу Бәкірдің иманын таразының бір шетіне қойса дейді, дұрыс па? Бүкіл целый үмметті, бәленбай триллион үммет біздің Мұхаммедтің үмметі. Соның барлығын таразының екінші шетіне қойса, Абу Бәкірдің иманын баса алмайды дейді. Осындай хадис бұл ақидада бар, неде? Фиқхул акбарда ма бірдеңе? Уасияда бар екен ғой. Сол жерде қараңыздар, сол жерде неге именно Абу Бәкірдің несі бүкіл үмметті басады дейді ғой? Сөйтсек Абу Бәкірдің яқины дейді. Үмметтің яқинынан сенімі, Аллаға деген сенімі бар ғой, Алладан болады деген нәрсесі, мына үмметтің бәрін басып кетеді дейді Абу Бәкірдікі. Радиаллаху. Оны қайдан білдіңдер десе, анау Табук шайқасына бәрі мал дүниелерін әкеліп атады ғой, білесіздер ғой, Омар келіп тұр, дүниесінің жартысына келіп тұр да, Омар радиаллаху. Абу Бәкір келіп тұр, полный алып келген ғой, дүниесінің бәрін алып келген. Абу Бәкір үйде не қалдырдың десе, Алла және оның елшісін қалдырдым деп айтады дейді. Үйде бір құман қалдырмаған, ештеңе қалдырмаған, полный алып келген Абу Бәкір. Кедей болып қалды ма Абу Бәкір радиаллаху? Ананы біз апаратын болсақ бар ғой, ертеңнен кеше ана қызып отырып жаман беріп қойыптым бар ғой. Абу Бәкір ондай болмағанда, ол берген нәрсесіне күмән болмайтын болған, қайтадан қайтып келетіндігіне. Біз беріп жатқан кезде точно не қыламыз екен, осы бірге 10 деп айтатын еді, келе ме екен? Біз ана келетін жағын ойлап тұрасың ғой, беріп жатсаң да ше. Алла үшін деген нәрсе Абу Бәкір. Айтайын дегенім, яқин сенімі, Мариям анамыздың сенімі өте мықты болған екен. Әр әйелдің өзінің артықшылығы бар да мына жерде. Мариям анамыз сенім тұрғысынан патолог болған. Қыз баласы болса да, күйеуге шықпаған, сенім тұрғысынан әйелдер әлемінде Мариям анамызға ешкім жетпейді. Хадиша анамыздың өзі, ағайындар, 3-ші әйел Хадиша анамыз ғой, айтайын деп отырмын. Хадиша анамыздың өзі, пайғамбарымыз саласым, пайғамбарлықты алып келген кезде бірден қабылдады ма исламды? Болды, сен Алланың елшісінде бірден қабылдады ма? Бірінші көкесіне апарып тексеріп алды ғой. Абу Бәкір ше? Тексерген жоқ ешкім. Айырмашылықтарды көріп жатсыздар ма? Сенім деген сондай нәрсе да. Аллаға деген сенім тауды да тасты да қопарып өтеді негізінде. Просто бізде жер әлсіз бар ғой, сенім әлсіз Аллаға деген. Бола ма екен, болмай ма екен деген 50-50 вариантпен жүреміз постоянно. Кім Аллаға тәуекел етсе, оған Алла жеткілікті деп қақсап жатыр да Құранда. Точно жеткілікті бола ма екен деп әлі жүресің ше, мына Міне, бұл кімнің проблемасы? Бұл менің проблемам. Бұл қазіргі біздің үмметтің проблемасы осы. Аллаға ренжиміз кәдімгі. Туған қабыл болмаса Аллаға ренжисің. Шаруа жүрмей жатса кімге ренжисің? Аллаға ренжисің ше. Енді қазір ұзақ оқиғалар бар, оны бәрін айту мүмкін емес енді. Иншалла тағы бір не қыламыз. Енді мынау 3-ші әйел бұл Хадиша анамыз. Білесіздер, Хадиша анамыз бұл тірі күнінде Жабраил алейхиссалам келіп, ей Алланың елшісі, қазір сізге бір әйел кісі кіреді, сорпасымен кіреді деп айтады, қолында тостағанда сорпасы бар. Сол кісіге Алланың сәлемін айт дейді. Және оның елшісінің сәлемін, Жабраилдің сәлемін айт дейді. Не деге? Мысалы,
елбасы жаңағы президентіміздің атымыздан жаңағы сіздерге мейрамға құттықтап сәлем хат келіпті десе, кеттің ғой, бүкіліне статусқа қойдырасың ғой, кім қойып жіберші статусқа мына нені көрсін алып. Қандай боласың деймін да, мысалға да, дұрыс па? Ана сәлем келген кезде жүрегің жарып, қаншама халықтың ішінен мені таңдап, молодец, ырза. Әлемдердің Раббысы Хадиша анамызға сәлем айтып жіберген ғой. Алла тағала сәлем айтқан Хадиша анамызға. Еңбегін бағалағанда өйткені пайғамбарға деген құрметін бағалаған екен Хадиша анамыздың. Анау умраға неге барған кісілер біледі, Нұртауын білесіздер ғой, былай шығатын. Шығу оңай емес анаған же. Бір шыққан адам бар ғой, екінші рет тағы да шықпайды ек дейді ғой. Қажылар енді барған сайын шыққысы келеді ғой менімен бірге. Мен айтамын, мен тізем шашқысы ауырады деймін ше. Тізем ауырады, мен жігіттер өздерің шыға беріңдерші деймін да. Действительно оңай емес анау, былай ғой былай. Тау былай да. Осылай шығуың керексің ше. Сол тауға, қазір еще баспалдақ бар. Соның өзінде өлейін деп бір шығасың да содан шықпайсың. Хадиша анамыз сол тауға бір күнде 2 рет шығатын болған дейді ғой, субханалла. Тамақ алып ше пайғамбарымызға. Осыны умрада айтып отырғым ғой енді. Хадис, сол үшін Алла тағала оған жәннатта үйін нәсіп етті. Жаңағы хадистің жалғасында айтады, жаңағы келген әйелді сүйінші, оған сыртынан іші көрінетін, ішінен сырты көрінетін үй дайындап жатыр Алла жәннатта деп айтады. Сөйтсе Хадиша анамыз келіп келеді ғой тостағанмен. Сол айтып жатырмын да, міне сол амалдары үшін, күйеуін қадірлегендігі үшін, бағалағандығы үшін, орнына қойып құрметтегендігі үшін Алла оған тірі күнінде жәннатты нәсіп етті Хадиша анамызға деп айтқам. Жаңа неде айтам ғой енді, мен умрада соны айтам ғой, жаңа уағыз қылып. Біз бір шыққанда екінші рет шыққың келмейді деп. Бір апа айтады ғой. Апалар біздің машалла ғой негізі ше. Нұрсұлтан дейді, Құдай қаласа деп айтайын дейді. Елге жетіп алайын, күйеуі охрана келгенде жаңа апаның ше, тамақты өзім тасимын дейді ғой кешкісін. Бұған дейін ана эндрайверден ба бірдеңені салып жіберген де, өзім апарам дейді, дәл бұлай жәннат болатын болса деп қояды. Көрдіңіздер ме? Қандай жақсы нәрсе. Енді ол апа точно апарып жүр ме қазір, апармай жүр ме, оны білмедім мен. Ол ағадан сұрау керек. Бірақ көрдіңіз бе? Әсер етіп жатыр Хадиша анамыздың несі. Шынымен сондай. Не бір спортсмен жігіттер бір рет шыққаннан кейін ойланып қалады ана жерде. Бірақ махаббат денсаулықтан да мықты да, махаббат деген нәрсе. Пайғамбарға деген махаббаты Хадиша анамыздың, оның құрметі тауға бір күнде 2 рет шығаратын болған. Ана біздің бір братанның оқиғасын айтып бердім ғой, сол кісі қажыларды алып шығып бара жатқан ғой. Сонымен енді жаңадай ғой, енді бір шығасың, 2 шығасың. Қажыларға айтқан ғой, қажыгерлер сіздер дальше кете беріңдер. Мен қазір жетсем жеткем, жетпесем осы жерде күтіп бітіп отырмын деген ғой. Аяқ ауырым, күн деген жанып бір отқан ғой. Арсында ана қажылар кетті дейді жоғары қарай. Сонымен бір кардаштар келеді дейді, түрік ағайындар. Кардаш қаяқтан? Казакистан, машалла, Казакистан. Шықпайсың ба төбеге? Аяқ деген ғой, шаршап қалдым аяқ. Пайғамбарға деген махаббатың осы жерге дейін жетті ма деп айтты дейді жаңағы. Ана түрік ағайындар. Ананы естігенше өлшеш дейді ғой. Пыр етіп шықтым дейді, пыр етіп түстім дейді ғой. Ана сөз бар ғой. Сол темппен жаяу Сәуір тауына шығып кеттім дейді ғой. Анау 650 метр Нұртауы, Сәуір тауы 700 метр. Сәуір үңгірі да 3 күн бойы тығылатын үңгір бар ғой, Абу Бәкір екеуі. Соған шығып кеткен ғой жаңа братан. Одан түскен ғой, ертеңіне шалқасынан түскен ғой бірақ ше. Аяқ істемей қалды. Мен көрдіңіздер ма? Махаббат шешіп жатыр да, махаббат. Төртіншісі Сара анамыз деп жатыр, 4-шісі Фатима анамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қызы Фатима анамыз. Жәннатқа кіретін әйелдердің ханшайымдарының 4-шісі бұл Фатима анамыз. Кім Фатиманы ренжітсе, ол мені ренжіткен дейді. Али абайла дейді. Али абайла дейді. Фатиманы ренжіткен адам мені ренжіткен болады дейді. Көзінің қарашығы болған Фатима анамыз. Ешкім пайғамбардың төбесіне төгілген боқты ала алмай жатқан кезде Фатима анамыз барып алған екен. Сол кезде Абу Жахил немен ұрған дейді? Шапалақпен құлағынан жағынан ұрған кезде
құлағындағы сырғасы ұшып кеткен дейді Фатима анамыздың. Алла иесінің жолында осындай нәрселерге дейін дайын болған Фатима анамыз. Енді ол кісі туралы өте көп нәрселер бар енді айтатын, бірақ енді қасқа уақыт деген жарықтық. Енді мына жерде төртеуі қалып қойыпты, иә? Жәннатқа ең алғашқы болып кіретін 4 адам және жәннат күтіп отқан 4 адам деген қалып қойыпты. Болды, Құдай қаласа онда мына нелерді тағы бір айтармыз, иә, иншалла, иә? 8 кісі қапты, ол жайында иншалла тағы да айтатын боламыз. Алла разы болсын. Субханакаллахум бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Алла тағала баршаңызға пайдалы білім берсін. Алла тағала басып келген қадамдарыңызға берекет берсін. Алла тағала құрбан айтқа аман есен жетіп, өзі разы болатындай дәу малдардан шалуды Алла біздерге нәсіп етсін. Алла қажылыққа баруды нәсіп етсін баршаңызға. Арафатта тұрып Аллаға құл болып, құлшылық қылып, дұға қылуды нәсіп етсін. Алла тағалам, Раббым Алла тағалам, елге жерге амандық бер, табиғи апаттардан, бәле жәле, қауіп қатерден Алла өзің сақтағайсың. Мұсылман бауырлардың арасына Алла тағалам ауызбіршілік, татулық, мейірім, махаббат бергейсің. Сахабалардың заманындағыдай бір-бірімізге жанашырлық бергейсің. Раббым Алла тағалам ислам дініне күш қуат беріп, осы дінге қызмет жасап, аянбай маңдай терін төгіп жатқан, сол жолға жәрдем беріп жатқан жандардың баршасына Алла өзің разы бол. Раббым Алла тағалам әрқашан біздерге өміріміздің соңына дейін өзің разы болатын амалдар жасауға жәрдем мен сәттілік бер. Иманымызды қуатта, тұрақта, я Раббым Алла тағалам, өзің парыз еткен амалдарды шынайы жүрекпен, ықыласпен, махаббатпен орындайтын жандардан болуды Алла баршамызға нәсіп ете көр. Салауатуллахи ва саламуху алейхи ва алейхи ва сахбихи ва саллим.